Сәлем достар, бүгінгі сынып сабағымыздың тақырыбы еңбекқорлық 2. Алдымен сабақ жоспарымен таныс болайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жаңа заман қоғамындағы заманауи талаптарға сай еңбекқорлығын қалыптастыру және де еңбекқорлықтың алғы шарттарын өмірінің қағидалары ретінде қарауға үйрету. Сонымен бүгінгі тақырып өткен сабақтың жалғасы еңбекқорлық 2. Маған берсеңіз, Абай атамыздың түбінде баянды еңбек егін салған, жасынан оқу оқып білім алған деген өлең шумақтарын қалдырдық. Сабағымыздың мәнін ашатын керемет айтылған өлең жолдар деп ойлаймын. Негізі презентацияға маған берсеңіз, әрбір сөз, әрбір детальдің барлығы сабақтың мағынасын ашу үшін қолданылған. Алдымен оқушыларды топқа бөлу үшін осындай карточкалар дайындадым. Бұл өте керемет топқа бөлу әдісі болып есептелінеді. Видеода көрсетілгендей етіп қағаздарды қиып, орап, байлап алу керек. Оқушылар оны таңдап, ашып түске байланысты топтарға бөлінеді. Қағаздарды распечатать етіп, қолдануыңызға ыңғайлы етіп дайындап қойдым. Алдағы уақытта тапсырмаларды орындау үшін осылай топқа бөлінуіміз керек. Және бұл бөлініс оқушылардың бір-біріне реніш тудырмайтын өте керемет кездейсоқ таңдау деп ойлаймын. Алдын ала топқа бөліну үшін осы әдісті қолданып жатқан оқушыларға айтпау керек. Олар карточкаларды алып біткеннен кейін ашып, түске байланысты осылай бөлініп отырыңыздар деп айтуға болады. Оқушыларды осылай 4 топқа бөлінгеннен кейін сабағымызды бастайық. Алдымен оқушылардың жетістік, табыс, еңбекқорлық туралы ойын білу үшін сұрақтар дайындадық. Сол сұрақтарды сұрап бастайық. Өткен сабақта біраз еңбектің мағынасын аштық, бірақ осы сабақта да кішігірім тоқталып өтейік. Жалпы еңбек дегеніміз не? Еңбек ол мақсатты көздеудің арқасында белгілі бір тәртіпке бағынып, жауапкершілікті алып жасалынатын қызмет, іс-әрекет. Бұл еңбек деп аталады. Ал еңбекқорлық мінез құлқымыздағы жеке қасиет. Бұл отбасыдан алған тәрбие, мектептегі тәжірибе және қоғамдағы орта әсерінен пайда болатын дағдылар жүйесі. Ол адамды шыдамдылыққа, табандылыққа, ұқыптылыққа, мақсат қоюға, оған берік болуға, адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнатуға және шығармашылыққа жетелейді. Үздіксіз үйренуге құмарлық, жаңашылдыққа құштарлық, шығармашылықты бағалау баланы еңбекқорлыққа бейімдейді. Дағдыға айналған, бойымызға сіңген осы әдеттің арқасында бала өмірде де кәсібінің маманы болады, жетістікке жететін, еш күмән келтірмейтін адам болып қалыптасады. Баланы, жалпы кез келген адамды дайынға үйретпей, жасына және қабілетіне ескеріп, соған сай жауапкершілік артып, сол тапсырған ісіміз бойынша үлгі көрсетіп, нақты мақсаттар қойып, еңбекқорлықтың маңызын түсіндіру арқылы біз қоғамда еңбекқор тұлғаны қалыптастыра аламыз. Жаңа айттық қой, бізді қоршаған әлемнен біз осы қасиетті бойымызға сіңдіре аламыз деп. Және үздіксіз үйренуге құмарлық, жаңалыққа құштарлық, шығармашылықты бағалау да баланы еңбекқорлыққа бейімдейді. Халқымызда керемет айтылған мақал бар, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген. Яғни жалқаулықтан, жамандықтан жиреніп, одан алыс болып, еңбекқорлықты бойымызда қалыптастыруға осы үйрену, жақсыдан үйрену, жақсы қасиеттерді үйренудің әсері мол. Яғни қоғам біздің еңбекқор болуымызға, араласатын адамдарымыздың, отбасыдағы тәрбиеміздің, мектептен алған тәрбие біліміміздің, оны тәжірибеде қолданудың барлығы біздің бойымыздағы еңбекқорлық қасиетін қалыптастыруға ықпал етеді. Еңбектену бақыттың ең басты шарты. Онсыз біз материалдық немесе рухани байлыққа қол жеткізе алмаймыз. Себебі еңбек адамның денсаулығы, психикасына жаңа екпін беріп күш сыйлайды. Мысалы айтады ғой, балық берме, қармақ бер деп. Осы жерде де өз еңбектенсін, оны еңбекке үйрет, өзі табыс тапсын, оның қадірін сосын түсінеді деген мағынада айтылып жатады. Ал енді еңбекқорлықты қалай бойымызда қалыптастыра аламыз? Соған тоқталайық. Оған жеке-жеке тоқталайық. Алғашқысы мақсат қою, яғни нақты мақсат қою. Бұл біздің барар жолымызды айқындау үшін керек.
Келесі уақыт. Бұл өте маңызды. Уақытты басқару, уақытты тиімді пайдалануды үйренуіміз қажет. Күн тәртібін құрап, приоритеттерді белгілеу қажет. Негізі жетістікке жеткен адамдардың көбісі осы уақытқа өте қатты мән береді. Әдетте олар таңғы уақыттан пайдаланады. Негізі осы уақыт тақырыбы өте үлкен тақырып. Алдағы уақытта тек уақыттың өзіне бір сынып сағатын арнауды ойластырып жүрмін. Келесі, міндеттемелерге бөлшектеу. Яғни үлкен жобаларды кіші міндеттерге бөліп, жоспар құрып, кезең-кезеңмен орындау керек. Мысалы, ағылшын тілін үйрену. Бір ай оқып, нәтиже болмай, болды, менің қолымнан келмейді екен деп тастап кетпеуіміз үшін біз оны бөліктерге бөлуіміз керек. Осы уақытта осындай деңгей, осы уақытта осындай сөздерді үйренемін деген сияқты. Және үй салу туралы да мысал келтіргім келіп тұр. Мысалы, біз үйді бірден салмаймыз, оның әуелі жоспарлаймыз, бөліктерге бөліміз. Әуелі фундаментін саламыз, сосын кірпіштерден үйді тұрғызамыз, сосын крышасын жабамыз, терезелер қоямыз, ішіне кіреміз, оған ремонт жасаймыз, полын жасаймыз деген сияқты. Кезең-кезеңмен бөлеміз. Бұл кезде ол бізге ауыр болып көрінбейді. Бөлшектерге бөлудегі ең басты мақсат осы. Білім алу, яғни жаңа дағдыны, білімді игеруге әрқашан ұмтылу, оқу мен дамуды ешқашан тоқтатпау. Келесі, демалу. Жұмыс уақыты мен демалыс уақытын тиімді жоспарлау қажет. Себебі ұзақ уақыт жұмыс істегенде зейініміз төмендеуін болдырмауымыз үшін біз үзіліс жасап отыруымыз қажет. Өткен сабақта біз оны араны қайрау деп түсіндірдік. Тәжірибелерге қарасақ, көптеген ұлы тұлғалардың ғылымға жаңалық енгізуі осы демалған сәттен кейін болған екен. Яғни демалу өте маңызды. Келесі, кері байланыс алу, яғни пікір алу деп те айтуға болады. Әрекетіміз туралы кеңестерді қабылдау, бұл біздің даму жолымызда өте маңызды. Себебі біреудің басып өткен жолын біз енді басып жатқан болуымыз мүмкін. Сол үшін кеңес ешқашан артықтық етпейді. Оны берілген кеңесті фильтрден өткізіп, ақылға салып ойланып, қажеттілігімізге қарай қолдануымыз қажет. Келесі, позитив ойлау. Оң көзқараспен позитив ойлау қабілетін дамыту. Осы жерде мен сіздерге ойлау кітабын, яғни Кэрол Дуэктің ойлау кітабын ұсынамын. Ол өте керемет. Позитив ойлау, өсуге бейім ойлау қабілетін дамыту туралы өте керемет жазылған кітап. Оны ұсынамын оқуыңызды. Яғни оптимист көзбен, сеніммен қарау, үмітсіздіктен аулақ болу. Бұл да еңбектенудегі ең басты ереже. Менің қолымнан келмейді, мен шаршадым, болды, бітті деген ойлардан барынша аулақ болу қажет. Себебі бұл ойлау біздің еңбектенуімізге кедергі келтіреді. Қоғамдық жұмыстарға баулу бала жетілуінде өте маңызды рөл атқарады. Себебі баланың, жалпы адамның көзқарасы күнделікті ортасынан шығып, өмір сүріп жатқан ортасынан шығып, басқа ортаға түскен кезде салыстыра түседі және солай дамиды. Өзінің тыныс-тіршілігімен байланыстырып, танымдық көкжиегін кеңейту жолы ашылады. Қазіргі айтатын шаралардың арқасында баланың бойында жауапкершілік, мейірімділік, жанашырлық, шығармашылық, қамқорлық, ынтымақтастық қасиеттерінің бәрі пайда бола бастайды. Кез келген қоғамдық іс-шаралар баланың тәрбиесіне әсер етпей қалуы мүмкін емес. Оның тәрбиесіне, еңбекқорлық қасиетіне, жауапкершілік алуына әсер етеді. Оларды топтарға бөліп жеке тоқталайық. Алғашқысы экологиялық тазалықты сақтау, табиғатты аялау. Табиғатқа қамқорлық бұл ең бірінші өзімізге, өз өмірімізге деген еңбегіміз болып есептелінеді. Себебі біз осы табиғаттың бір бөлшегіміз, осы жерде өмір сүріп жатқаннан кейін оған барынша күтім жасауымыз қажет. Ағаш отырғызу, ағаштардың түбін әктеу, топырағын әрлендіру, көшелердің тазалығына атсалысу, көпшілік қолданатын ортаның, заттардың, орындардың тазалығына атсалысу, халық игілігіне пайдасы тиетін іс-шаралар ұйымдастыру, құстар, жан-жануарларға көмектесу, мәдени ағартушылық салада дамыту үшін
театр қойылымдары, қолөнер жұмыстарымен айналысып, сол туралы көрмелер ұйымдастыру және оны халыққа ұсыну. Келесі тұлғалық дамыту. Ол үшін қайырымдылық шаралары, волонтерлік істер, соғыс ардагерлері, мүгедектер, жетімдер үйі, қарттар үйі, ауруханаларға бір күн жәрдем ету шараларын ұйымдастыру және де кәсіби мамандардың жұмысымен таныстыру. Осы жұмыстарға араластырып тәрбиелеу арқылы біз балаларды қоғамдық іске баулай аламыз. Келесі кеңес бөлімі бәрі біздің таңдауымызға байланысты. Осы жерде әдейі сағаттың суретін қалдырдық. Төменде егер байқасаңыз, өмір бір-ақ рет беріледі, ал уақыт ештеңеге қарамай өте береді. Кейде маған уақыт не істеу керегімізді көрсетіп тұратындай. Дәл қазіргі сәтте кімбіз, соның жұмысын атқаруымыз қажет. Мысалы, бала туылды, туылған сәтте ол өмірге бейімделуді үйренеді. Одан кейін садикте болады, садиктің де өзінің ережелері бар. Ол жерде де жасалыну керек, еңбектену керек процестер бар. Одан кейін мектеп кезінде сабақ оқу бар. Одан кейін университет, мамандық үйрену. Оны бітіріп біткеннен кейін бір жерде мамандық иесі болып қызмет атқару. Уақыт бізді күтпейді. Ол жылжып өте береді, біз де өсе береміз. Бірақ әр кезде өзіміздің белгілі бір істерімізді орындауға міндеттіміз. Үш жерде міндеттіміз деген сөзді қолдандым. Мысалға, 50 жаста адам болып, 15 жастағы баланың ісін істеу өте орынсыз. Қазір біздің міндетіміз оқу ма? Демек оқуымыз қажет. Болашағымыздың баянды болу үшін әр істің өз уақытында орындалғаны өте маңызды. Суретке назар аударсақ, қазір бізге білім алу, кейбір нәрселерді үйрену біраз қиын болып көрінгенімен, бірақ оның арты рахат, жеңіл өмір. Ал қазір жеңіл өмірді таңдап, сабағымызға, білімімізге салғырт қарап, жалпы болашағымызға салғырт қарасақ, онда болашағымыз біраз бұлыңғыр болады. Ал уақыт деген өте береді, сол үшін әр істің өз уақытында орындалғаны өте жақсы. Қазір кейбір істер бізге қиын болып көрінгенімен, бірақ біз оны өмір бойы рахатын көреміз. Осы кеңестің мәнін ашатын керемет фильмді ұсынғым келіп тұр. Мүмкін оны көрген боларсыздар. Күрестен мүлдем хабарсыз балаға бастапқыда барлығы қорқынышты, қиын болып көрінеді. Бала бастапқыда жаттығу үшін бар секілді қуана барады. Ақырын қиындағаннан баланың көңіл түсе бастайды, бірақ ұстазының кері байланысы баланың позитив ойлауына әсер етеді. Еңбектенуде табанды бола бастайды. Нәтижеде еңбек барын жеңбек, білген оңай, тек білу жолындағы біздің еңбекқорлық қасиетімізден таймауымыз керектігі туралы керемет фильм. Өткен сабақта біз еңбекті екі топқа бөлдік, физикалық және ақыл еңбегі деп. Енді дене еңбегі мен ақыл еңбегінің қайсысы жақсы? Кішкене ойланайық. Осы жерде негізі топтарға осы сұрақты бағыттасақ болады. Олар жауап бергеннен кейін мұғалім өзі жауапты толықтыру қажет. Яғни негіз бұл жерде сұрақ дұрыс болған жоқ. Қайсысы дұрыс деп, дұрыс емес бұл сұрақ. Себебі екеуінің бірігуі ең дұрысы осы. Көбесіп жатамыз, физикалық жұмыс емес, ақыл еңбегі керек деген сөздерді. Онда неге адамдардың бәрі бірдей жетістікке жетпеген деген кері сұрақ пайда болады. Ғасырлар бұрын адам ауыр жүкті бір жерден екінші жерге жеткізу үшін күшін қолданған, қол күшін қолданған, немесе топ болып әйтеуір бір күшті қолданды. Одан кейін біраз уақыт өткеннен кейін олар қолдан арба жасап, соның көмегімен затты жеткізе бастады. Ал қазір одан да оңайы кранмен, сондай бір көліктермен ұзақ қашықтыққа аз күш жұмсап тиімді жеткізеді. Яғни берілген тапсырмаға қарай аз жұмыс күшін салып, бірақ максималды түрде нәтижеге жету, оған біз ақылымызды, миымызды қолдансақ, бұл ақыл еңбегі деп айтылады.
Ал енді нәтижеге алаңдамай, күшімізді аз қолдану үшін қандай да бір құралдарды қолданбай, тек қана күшімізден ғана қолданып, басқа заттардың құндылығын ескермей, мақсатқа тек физикалық күшпен ғана жетуді көздесек, онда бұл физикалық еңбек деп аталады. Екеуінің де оң теріс жақтары болғанымен, әдетте екеуінің бірігуі өте тамаша және тиімді нәтиже береді. Алдыңғы апта біз Роналдоны алдық, ол біздің көзімізде ол тек қана жаттығу жасайтын адам сияқты, тек қана физикалық еңбекке күш салатын сияқты, бірақ ол ойында тек қана физикалық күштің өзі жеткіліксіз, ол сонымен бірге ақыл еңбегінде қосу арқылы жеңіске жетеді. Демек, ақыл мен физикалық еңбекті біріктіретін адам үлкен биіктіктерге жетіп, жақсы әрі бақытты өмір сүреді. Мұндай адам өз уақытында марапат пен танымалдылыққа ие бола алады. Себебі, ақыл мен физикалық еңбектің үйлесімі стратегиялық тәсіл арқылы мақсатқа жетуімізге көмектеседі. Кейде ақылды болмасаң, еңбегің ешқашан ақталмайды. Мысалы, есектің тек ауыр жұмыс көтерген секілді, жылқының да ауыр жұмыс істейтіні белгілі, бірақ жылқы ақылын керек кезде, қажет жерде пайдаланады. Демек, ақыл мен физикалық еңбектің қосындысы бір-бірін толықтырғанда ғана кемел болады. Келесі «Кальмар ойыны» фильмінен мысал келтіремін, бірақ бұл фильмді жарнамалау мақсатында айтып жатқан жоқпын. Төменгі сынып оқушыларына мүлдем ұсынбаймын. Жалпы бұл фильмде ақыл еңбегі мен физикалық еңбектің үйлесімін көрсететін керемет бір сахнасы бар. Өте жақсы жеткізеді осы сахнадан қазіргі айтып жатқан тақырыбымызды. Арқан тартыс ойыны, арқанның бір жағына күшті ер азаматтар, олардың білегі күшке толған, ал арқанның екінші қарама-қарсы жағында аралас әрі әлсіз жандар, әрі күшті жандар аралас топқа бөлінген. Күшті жандар әрине өздерінің күшіне сеніп, әлсіздерді мазақтайды, әлсіздердің біраз көңілі түседі. Бірақ олардың керемет бір ақыл, ой және физикалық еңбекті біріктіру нәтижесінде ойлап тапқан тәсілдері оларды жеңіске жеткізеді. Күшті болуына қарамастан тек қана физикалық еңбекті қолданып жеңіліске ұшырайды, ал қарсы топ әлсіз бола тұра әрі физикалық әрі ақыл еңбегін қолданғандықтан жеңіске жетеді. Қаласаңыз, тақырыптың мағынасын ашатын видеоны жекеңізге жіберемін. Өте керемет әңгіме берілген, оқушылармен оқып талдауыңызға болады. Келесі топтық тапсырма: оқушылар бөлінген топ бойынша осы сұраққа өзара ақылдасып жауап беруі қажет. Ақылдасу үшін 3-4 минут уақыт беріңіз. Келесі тапсырма қойылым деп аталады. Берілген сценарийдің жалғасын оқушылар өзара бөлінген топтар бойынша ақылдасып, сахналық көрініс қойып беруі қажет. Ақылдасуға 5 минут уақыт беріледі. Келесі тапсырма қажет дағды деп аталады. Бөлінген топ бойынша оқушылар берілген тізімнен болашақ мамандығының иесі болу үшін қажетті құндылықтарды таңдайды. 5-7 дағды таңдауына болады. Өзара ақылдасып, оған 2-3 минут беруге болады. Ақылдасып болғаннан кейін сыныптың алдына шығып, өз таңдауларының маңыздылығын және таңдау себебін түсіндіріп қорғайды. Тапсырмадан мақсат оқушыларды еңбекке баулу жолында өздері үшін ең қажет дағдыларды анықтау және оны бойына сіңіру. Келесі ойын жекелей ойналады. Спай деп аталады, яғни шпион деген ойын. Мафия ойынына шамалы ұқсап кетеді. Жасырынған сөзді сұрақ қою арқылы табу қажет және нәтижесінде шпионды анықтау қажет. Сөз жасыру кезінде мамандыққа немесе мамандық орнына қажетті сөздерді қолдануға болады. Негізі ұсынысым Google-дан ойынның ережесімен танысып, бір рет ойнап көру және әрі қарай жалғастыру. Ойынның арнайы приложениясын Play Market немесе App Store-дан жүктеп алуыңыз қажет.
және ойынның ережесімен тағы да ютубтан да адамдардың ойнағанына қарап танысуға болады. Үй тапсырмасы: алдыңғы сабақтарда ұсынған кітаптарды оқып, мазмұнын инстаграмда, историяда немесе публикацияда бөлісу, және мектептің инстаграм парақшасын, мұғалімнің парақшасын белгілеу, құндылық сабағы, сынып сабағы, еңбекқорлық хэштегтерін де белгілеп кету керек. Сонымен еңбекқорлық тақырыбына арналған сынып сабағымыз аяқталды. Барынша тақырыптың мазмұнын жан-жақты ашуға тырыстық. Сабақ ұнаса каналыма тіркеліңіз, достарыңызбен бөлісіңіз, лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі сабақтарда жолыққанша аман сау болыңыз. Апта сәттілікке толы болсын.